Қазақстан Республикасы президентінің жарлығы бойынша әскери және қызметтік борышын атқару барысында көрсеткен батылдығы мен жанқиярлығы, сондай-ақ мемлекет мүддесін қорғау кезіндегі ерлігі үшін қайтыс болғаннан кейін келесі азаматтар наградталсын. 3-ші дәрежелі Айбын орденімен Асылханов Ален Мұхитұлы, Ішкі істер министрлігі Алматы қаласы полиция департаментінің Алмалы аудандық полиция басқармасының көлік жүргізуші полицейі. Бір сөз айтсам бола ма? Сізге рахмет. Сөзіңізде балаларыңыз деп отырсыздар. Асылханов Ален Мұхитұлы отбасындағы жалғыз ер азамат еді. Үйде ботам деп отқан анасы бар. Негізі бұл орден батырдың анасына тиесілі. Білгенімде анасы келер еді. Сол үшін сізге үлкен өтінішім бар. Камера арқылы болса да анасына көңіл айтып, батырдың ер азаматты, ер жігітті өсіріп, елдің батыры қылып өсірген үшін алғысыңызды білдірсеңіз деймін. Балаңыз нағыз ер азамат, нағыз батыр болды. Біз бәріміз мақтан тұтамыз. Біздің еліміздің нағыз азаматы. Біз балаңызды ешқашан ұмытпаймыз. Батырдың семьясына, отбасына әрқашанда қол ұшын береміз. Елде көп әңгімелер болып жатыр, оқимыз ғой. Сол үшін халықтан сұрарым, елді өзгертем десеңіз, өзіңізді өзгертіңіз. Өзіңізден бастаңыздар. Сіздерге қару алып шыққан халық емес, тонау тонаған халық. Алдарыңызда сізді қорғаған полиция қызметкерлері. Сол үшін кішкене болса да соларға деген құрметтеріңіз болсын. Енді өлгенмен өлмек жоқ. Сол үшін алдағы қызмет етіп жүрген полиция қызметкерлерінің мәртебесін көтеріп, солар ғана біздің қорғаншы екенімізді біліп жүріңіздер.